Балдар сендер ештеңе керек емес пе? Бізге школа. В общем, баған десетін алып Болды, түсіндім. Ратан болған көп екен, е? Саған қосам. Солай сенің атыңды Алла жар қойдық. Мәссаған. Әкешім, мен биге қатысқым келіп жатыр, мені қатыстырасыз ба? Әрине. Сендердің айтқандарыңды істей алмасам, мен не істеп жүрмін онда? Қатысасың? Әкем маған дрон керек. Дрон? Оны не істейсің, сен әлі кішкентайсың ғой. Керек, видео түсірем. Жарайды, алып берем онда. Үнем осылай жүріңізші. Жарайды. Сен қай класста оқисың, Аружан? 7-ші класста. Жақсы оқисың ба? Иә. Сенші? 5-ші класста оқимын. Қош, двоечниктің ба? Алам. Вот это настоящая жизнь. Скажите же, да? Я саған қосамын, Эдмон. Сиқыршы алысымызды айтпаймыз ба? Рахмет, сиқыршы ағай. Ол сен естіп жатқан жоқ. Менде анандай сезім болып тұршы, қалай түсіндірсем екен? Типа шаршап кететін сияқтымыз ба? Я. Не переживай, мы от такой жизни на 100% не устанем. Че там, не істейміз әрі? Өмірден ләззат аламыз, басқа не істейміз? Шаршап кеттім. Біз төмен деңгейде ойнасақ та, сонда да бізге медаль беріп жатыр. Мен шыдай алмаймын мынау жалған өмірден, шаршап кеттім. Не істейміз енді? Артқа қайтатын жол табу керек. Балалар, ертең әкімнің алдында өнер көрсетеміз. Жақсылап дайындалыңдар. Мен сендерге сенемін. Мен бұдан былай шыдай алмаймын, мына жалған өмірден. Элеонора апай, назвали? Я шақырдым. Тағы не болып қалды, тезірек айтыңызшы. Сендерді осындай ыңғайсыз уақытта шақырғаныма кешірім сұраймын, балалар. Жарайды, ештеңе етпейді. Балалар, мен сендерді 20 түрлі жарыстарға жазып қойдым. Мы не сможем участвовать, мы устали. Соны айтам, бізде адам шығармыз. Балалар қатыспайым деген болмайды. Мен сендерді жазып қойдым. Қатысыңдаршы. Қойы қатыспаймын. Балалар қатыспасаңдар мені жұмыстан шығарып жібереді. Қатысыңдаршы, өтінем. Что нам делать? Апайды жалко. Қатыса салайық. Қатысатын болдық. Рас па? Қатысасыңдар ғой, бәрін. Иә. Жарайсыңдар, мен сендерге сенгенмін. Рахмет, балалар. Шигулдар, мұнда келіңдер. Қашдық! Әке, кешіріңізші, мен кухнядағы ыдыс сындырып алдым. Ештеңе етпейді, қызым. Негізі сендер түске дейін сабаққа барасыңдар. Түстен кейін үйірмелерің бар дегендей. Сендер әбден шаршап жүрсіңдер, мен білем. Сендер отырып демалыңдар. Мен оның барлығын қазір өзім жинап қоямын. Жарай ма? Жандарым, демалыңдар. Әкеміз азып тозып кетті. Енді бұлай жалғаса беретін болса, әкеміздің денсаулығына зиян келуі мүмкін. Не істейміз? Бұрынғы өмірден қайтайық та, идеалды өмірден шаршап кеттім. Қалай қайтамыз, маған осы өмір ұнайды. Мен аямасам аямай-ақ қой, әкеміз аясай. Жарайды.
үшін жақында. Біз арға қайтқымыз келеді. Бұлақ. Сол, біз жалған өмірден шаршадық. Сиқыршыны қалай шақырамыз? Ол айтты ғой тек шын ниетпен шақырыңдар деп. Кендер барлығымыз қол ұстасып сиқыршыны шын ниетпен шақырайық. Келмей жатыр ғой, арамызда біреу шын ниеттенбей жатыр ау. Мен. Не үшін? Мені амеден достам жоқ. Мен ошаға қағын деді. Уайымдамашы, біз сенімен дос боламыз. Мен оны тие балым. Сенде мен дос болмайсың да. Уайымдамаш, дос боламыз. Уәде берсіңде ма? Иә. Кім мені шақырған? Біз қайтадан өзіміздің өмірімізге қайтқымыз келеді. Неге? Сендер ол өмірден шаршаған сияқты едіңдер ғой. Мы вошли в зону комфорта и совсем перестали развиваться. Бәрі жалған, адамдардың жандары жоқ. Өтірік екені көрініп тұр. Жарайды, айтқандарың болсын. Болды ма? Кеттік үйге, ертең көреміз. Біздің талантты оқушылар келіп қалыпты ғой. Неменеге келдіңдер? Мен сендерді кеше үйірмеден шығарып жіберген жоқпын ба? Апай, енді сізді ұятқа қалдырмаймыз. Апай, біз сізді жақсы көреміз, бізді қайтадан алыңызшы. Иә, апай, біз сізді жақсы көреміз. Простите нас, пожалуйста. Біз сіздің үздік оқушыларыңыздың бірі боламыз. Жарайды. Бірақ повторный тест тапсырасыңдар. Түсінікті ма? Бөлмелерің неге шашылып кеткен? Жинаңдар тез. Бүгін аналарыңның келетінін ұмыттыңдар ма не? Әкемнің ісі ашылғанша ақ кейін жақсы көремше. Айтпа. Өзімді алғаш рет бақыт сезініп тұрмын, достар. Тағы жасқан, бүгін мен туғаным ешкім білмейді. Қанша туған күніммен! Рахмет, достарым. Кеттік, достарым, пикник жасайық. Балалар, менің сендер көмегім керек емес пе? Көңіл күйлерің жоқ сияқты ғой, а?